Қымбатты көрермендер, қазір мен үйдегі бар менен осындай тез жасалатын және дәмді дастарханның сәнін кіргізетін салат жасайтын боламын. Мынау саңырауқұлақ қозы құйрық дейміз ғой енді. Ана аудармасы қызық енді. Сол қозы құйрықты сүзіп суынан соныменен жасайыншы деп тұрмын. Суынан сүзіп онан соң міне үйде бар менен үйде міне біраз болды осы саңырауқұлақтың тұрғанына. Енді мына пияздан қосқым кеп тұр. Бұрыш бар екен. Онан соң міне менде екі түрлі зелендеп қоямыз ғой, көкшеттер, укроп пен кинза. Кинза деген өте дәмді шөп. Кез келген салаттың, тамақтың дәмін керемет дәмді етеді. Аз ғана тұз қосқым кеп тұр. Және қара бұрыш қосайын. Оған міне соевый сос қосайын. Міне 1,5 қасық жетеді. Бұны енді бір 10-15 минут бір-біріне сіңісіп тұру үшін қойып қою керек. Менің бір сәтте дайын болатын 5 минуттық салатым дайын болды. Ұнаса пікірлеріңізді айтып, пікірлеріңізді жазып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.